Сәлеметсіздер ме балалар? Отыра алыңдар. Балалар, бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы жаңа тональдың до минор. До минор тональдігімен танысамыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы жаңа тональдік до минор тональдігіне мағлұмат беру, осы тональдікпен танысу, осы тональдіктің ережесін жаттау, әндету, және де сендердің таза интонация дағдыларын қалыптастыру, жалпы сольфеджио сабағында қолданатын және есту қабілеттеріңді дамыту, сабағымыздың тақырыбы. Енді осы тақырыппен жаңа сабағымызбен танысайық. До минор, ми бемоль мажорға параллель тональдік, осы тональдікпен танысамыз. До минор ол минорлық лад. Минорлық лад. Кілтінің жанында 3 бемоль бар. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Тоникасы, не тоникасы? До. Тоникасы. Негізгі дыбысы және бірінші басқышы тоникасы до. Тұрақты басқыштары до, ми бемоль, соль. Енді осы до минорға параллель тональдік, ми бемоль мажор. Енді бұл до минор ғой. Минор болғаннан кейін минордың неше түрі бар? 3 түрі бар. Қандай түрлері бар? Табиғи, гармониялық, мелодиялық. Әуендік. Ал табиғи түрі қалай? Табиғи түрі қалай? Таза, яғни еш өзгеріссіз не? Таза. Еш өзгеріссіз таза. Енді табиғи гармониялық түрінде қандай өзгеріс бар? 7-ші басқышты жоғарылатамыз. Бізде 7-ші басқышымыз қай нота? Си бемоль. Си бемольді жоғарылатсақ не істейміз? Си бекар болады. Си бекар. Ал әуендікте қандай өзгеріс? 6-ші және 7-ші басқыштар жоғарылайды. 6-ші және 7-ші басқыштар жоғарылайды. 6-ші басқышымыз ля бемоль. Ля бемольді жоғарылатсақ ля бекар болады. Сосын си бекар. 6-ші 7-ші басқыш жоғарылаттық. Төмен қарай қалай болады? Табиғи түрінде болса не істейміз? Таза, яғни си бекарды алып тастап, қайтадан си бемоль, ля бемоль до қоямыз. Фа, ми, ре, до. Жақсы балалар, енді осы 3 түрін әндетейік. Әндетеміз. Өзгеріссіз, кәне? До, ре, ми, моль, фа, соль, ля, бемоль, си, бемоль, до, си, бемоль, ля, соль, фа, ми, бемоль, ре, до. Енді гармониялық тұрған әндетеміз. 7-ші басқышты жоғарылатамыз. До, ре, ми, бемоль, фа, соль, ля, бемоль, си, бекар, до,
гармониялық түрін айтамыз. До, ре, ми, моль, фа, соль, ля, моль, си, бемоль, до, си, бемоль, ля, моль, соль, фа, ми, бемоль, ре, до. Мелодиялық түрін айтамыз. До, ре, ми, моль, фа, соль, ля, си, бемоль, до, си, бемоль, ля, моль, соль, фа, ми, бемоль, ре, до. Енді осы үш түрін неге тауып көрейікші слухқа. Дұрыс, гармониялық түрі. Енді мынаны табамыз. Табиғи, дұрыс. Енді әуендік түрі. Жақсы, жарайды. Ал енді балалар, енді осы тональдікте мына басқыштарды әндетеміз. Қазір мен тақтаға жазайын. Бірінші басқыш, үшінші басқыш, бесінші басқыш, алтыншы басқыш, бесінші басқыш, төртінші басқыш, бесінші басқыш, жетінші басқыш бекар и бірінші басқыш. Так, екінші, бесінші басқыш, төртінші басқыш, бесінші басқыш и бірінші басқыш. Үшінші, бірінші басқыш, жетінші басқыш, алтыншы басқыш, бесінші басқыш и бірінші басқыш. Ал, қане. Бірінші басқышымыз до, ми, соль, ля, соль, фа, соль, си, до, соль, фа, соль, до, си, ля, соль, до. Так, енді осы басқыштарды әндетеміз. Бірінші фортепианомен сөйлеген, екінші жолы өздерің сөйлесіз, қане. Do, mi, molь, соль, ля, соль, фа, соль, си, до. Еще раз. До, ми, соль, ля, соль, фа, соль, си, до. Соль, фа, соль, до, си, ля, соль, до. Так, аспапсыз. до, ми, соль, ля, соль, фа, соль, си, до. Дальше. Соль, фа, соль, до, си, ля, соль, до. Жақсы. Енді осы тональдікте негізгі үш дыбыстық айнабу жүйесімен құрайықшы. Үш дыбыстықтарды білеміз ғой. Не ол үш дыбыстық емес? Қай үш дыбыстықтар бар еді? Қане, кім келді тақтаға? Келиза, кел. Негізгі үш дыбыстықтарды құрып, сосын осыны әндетейік. Белгілейміз. Тони минор кішкентай түрмен жазамыз, иә? Кішкентай тар. Кішкентай тар.
доминанта. Нешінші басқышта? Дұрыс. А, до. Ал, енді осыны әндетеміз, домино тональдіңде негізгі үш дыбыстық бар. Не? Айналу, жүйесіме не? Үш, төрт. До, ми, соль, до, ми, фа, ля, Asbabsız. Do, mi, sol, do, mi, fa, la, do, fa, la, sol, si, re, sol, si. Жақсы. Енді осы тональдікте номер 243-ті нотамен айтайық. Сибекар бар, яғни қай түрінде жазылған екен? Сибекар бар. Гармониялық түрінде, гармониялық түрінде. Так. Тоналис, до, минор. Өлшем 2-де 4-де. Так, дирижировать етіп айтамыз. Нешеге дирижировать етеміз? 1-ге, 2-ге, кәне? Do, mi, re, do, sol, sol. Do, mi, re, do, sol, sol. Sol, la, fa, re, mi, fa, re, mi, sol, re, si, do, do. Тағы бірлес, кәне 3-4. Do, mi, re, do, sol, sol. Do, mi, re, do, sol, sol. Sol, la, fa, re, mi, fa, re, mi, sol, re, si, do, do. Жақсы, енді аспапсыз айтамыз. Аспапсыз, кәне 3-4. Do, mi, re, do, sol, sol. Do, mi, re, do, sol, sol. Sol, la, fa, re, mi, fa, re, mi, sol, re, si, do, do. Жақсы балалар, енді сабағымыз аяқталды. Қорытындылай келе.
До минор дегенimiz кім айтады до минор туралы? До минор. Перизат айтады. До минор минорлы тұрақты дыбыстары до ми соль, параллель ми бемоль мажор, тоникасы до, тұрақты дыбыстары до ми соль. Жақсы, е? Минорлықлар. Кілтінің жанында не бар екен? 3 бемоль, си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Есте сақтап жаттап аламыз. Тоникасы до, тұрақты дыбыстар до, ми бемоль, соль, параллель, қайсы? Ми бемоль, мажор. Жақсы балалар. Енді осыны ережені жаттап, сосын минордың, до минордың 3 түрін әндетіп келеміз. Үйге тапсырма. До минордың 3 түрін әндетіп, ережені жаттап, номер 243-та айтып келеміз. Күнделіктеріңді жазып алыңдар. Жақсы. Балалар, осымен енді сабағымыз аяқталды. Сабаққа өте жақсы қатысқан Перизат, Айша, Әнжу жақсы қатысты. Ендете 5 деген баға қойылады.